Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен картоптан запеканка жасаймыз. Видеоны көрмес бұрын бірден менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше кірісейік. Бізге қажетті заттар: картоптар керек, ет керек, және сәбіз, болгар бұрышы. Мен қызыл мен жасыл түсін алдым. Сіздер сары түс алсаңыздар да болады, немесе болгар бұрышын қоспай қойсаңыздар да болады. Пияз керек, сыр керек, және де томат пастасы керек. Енді кірісейік. Достар, енді біз табаға зәйтүн майын құямыз. Сіздер зәйтүн май емес, күнбағыс майын да ала берсеңіздер болады. Жақсылап қызуы керек май. Енді оның үстіне пиязымызды саламыз. Енді қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз өстіп әдемілеп қуырылып жатқан кезде оның үстіне фаршымызды қосамыз. Менде сиырдың фаршы, сіздер кез келген фарш ала берсеңіздер болады. Біздің фарш 10 минуттай қуырылды. Енді оның үстіне үйіңіздегі бар көкөністерді қосасыз. Мен болгар бұрыштарын қосамын, және сәбіз қосамын. Және дәміне қарай тұз бұрыш қосасыздар. Енді бұны да тағы да 10 минут қуырып аламыз. Етіміз қуырылып жатқан кезде суды осылай қайнатамыз. Оның үстіне дәміне қарай тұз қосамыз да, оның ішіне картоптарды салып, картоптарды пісіреміз. Достар, енді біз оның үстіне томат пастасын саламыз да, томат пастасын кішкене қуырып, оның үстінен су құямыз. Енді оның үстінен су құямыз. Суымыз салманы жабатындай болуы тиіс. Достар, енді біз оның қақпағын жауып, ақырын отта 5-10 минуттай бұқтырамыз. Мінекей достар, біздің салмамыз да дайын, картошкамыз да пісіп қалды. Достар, біздің картоп та пісті, енді біз адам пюре жасаймыз. Міне достар, мен жақсылап езіп алдым. Сіздерге бір құпиямды ашайын. Егер де сіздердің пюрелеріңіз құрғақ болып қалса, оған картошканы пісірген суды құйсаңыздар болады. Сол кезде картопымыз құрғақ болып шықпайды. Енді біз оны противенға жайғастырамыз. Енді оның үстіне салмамызды салып шығамыз. Енді оның үстіне үкіштен сыр өткіземіз. Енді біз запеканкамызды қызып тұрған пеште 200 градуста 15-20 минут пісіреміз. Бетіндегі сыры еруі керек. Сонымен достар, біздің картоптан жасаған запеканкамыз дайын. Иісі деген керемет. Енді кесіп көрейік. Жұмсақ кесіледі. Иісі деген аңқып тұр, айтып жеткізе алмаймын.
Мінекей, ортасы осылай болып шығады. Ендеше дәмін көрейік. Достар, дәмі өте күшті. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бетіндегі сырмен, салмасымен, картошкасы өте күшті үйлесіп тұр. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.